Қоңшы өлкө Қазақстан Нартаукел командасы алдыңыздарда. Ей, жігіттер, Ош шарына келдік. Келе сала бізді қалай тосып алды? Айтсаңдар, жақсы тосып алды ғой. Әу, қойшы әу. Не айта бересің Ошқа келгеніңді? Ей, солма тосып алғандары 5 жұлдыз қонақ үйге жатқызды гостиницаңа. Ей, қыздар әкеп массаж істетті, солма тосып алғаны, керек емес үйді тосып алғаны. Ей, жақсы тосып апты ғой. Ашылыс фестиваль, керемет ойын, апарушы қырғыз деппін ғой. Қадырбай әке. Қадырбай әке, кеше біз жігіттер болып Сулейман тауға бардық. Көрдің ана видеоны? Шақ түсте не ол? Болмайды да ондай шақ түсте істеуге. Өйтіп тауды құрметтемейтін болсаңыздар, тауды сыйламайтын болсаңыздар, біздерге қазақтарға беріңіздер. Біз құрметтейміз, сыйлаймыз. Шақ түсте ондай видео түсірмейміз. Біз тек кешінде түсіреміз ондай видео. Андай болса, андай болмаса ше. Андай болса ше. Тамашалаймыз. Бәйгеден 30 миллион сом ұтқан ат өзінің сарайында. Жәнібек! Жәнібек! Астым тазала! Ана суды апарып таста! Энергетика кел маған, флеш! Естіп атсың ба? Әр мемлекет өзінің шығарған құралдарын таныстыру үшірі. Қайсы мемлекет? Америка. Қайсы оружие? М-16. Қайсы мемлекет? Россия. Қайсы оружие? Калашник. Қайсы мемлекет? Қырғызстан. Қайсы оружие? Таш. Сен бұл ташпен не істейсің? Мен бұл ташпен 4 президент алмаштырғам. Тамашалаймыз лөйлілердің үйбілесінде. Дәді, 10 сом берші. Кет барар, жаңа біреуден өзім зорға сұрап алдым. Барлығымыздың басымнан өткен шығар. Телефонмен сөйлескен кезде эмоцияға қатты берілеміз. Ашсай, не ап, таппай етсің оны. Аш, шкафты ашсай, шкафты аш, шкафты. Шкафты аш, шкафты аш. Шкафты аш. Бірінші полкын қара, бірінші полк. Жоқ па бірінші полкыде? Екінші полкыде де жоқ па? Үшінші полк. Қоя бер болды, өзім тауып алдым ғой мен. Әр бір мұғалімнің өзінің сүйікті оқушысы болады екен. Нұрбақ, нәтижеге X қойып жазсаң, есебің тура шығады, молодец. Бек, нәтижеде жақшадан бастап шығарса, есебің почти бітті тұрген ғой, молодец. Имаш, тұр орныңнан. Құрметті бір туғандар, ойын соңында. Жігіттер, біз границадан Ошқа келетқанда таудан мен ұйықтап кеттім ғой. Түс көрдім ғой. Түсімде аэропорт жақта Манас Батырдың естелігіне жан кіріп кетті. Ашуланып кетті дағында өзінің атына шауып, мерия қарағай шауып кетті. Лениннің естелігін қылышымен шауып тұрды. Менің орнымда не істеп тұрсың де. Бүкіл бардық қырлығыз елі бар ғой, тыныш болып қалды ғой. Мерлардың бәрі бітеп тұр. Бір уақытта Лениннің танкілері, әскерлері Манас Батырға шабуылдады. Оған көмекке Западныйдан Барсбек қағанның естелігіне Жамбет қасындағы 4 естелігімен көмекке келді. Алайдан Алымбек татқа Құрманжан татқан атына ұшқаш тұрып әпке ол келді. Мұнандай жерде Тоқтығыл сатылған қобыз жерде. Оғатсынар ма? Сөйтті да Манас Батыр бүкіл қырғыздарды желектің астына жинады да. Ей, қырғыздар деп атырады, ойғым кеттім. Ей, Имаш, осы қырғыз бауырларымыз үшін, бір туғандар үшін ойғанба қойсай,
мейлі ғой жігіттер. Мен қырғыз бауырларым үшін, бір туғандарым үшін ойғынбай ақ қоям. Қырғыз бауырларымыз қашан ойғынады екен? Қазақ жігіті Қырғызстанда қырғыздардың жүрегіне тигізіп айтты. Ей, молодец, Имаш, Қырғызстанның тарихын жаттап алыпсың ғой сен. Қырғыз бауырларымыздың тарихын жаттамағанда бір туғандарымыз өздері айтпай жүр ғой. Қазақ жігіті қырғыздардың жүрегіне тигізіп айтты. Сіздермен бірге болған бір туғандардың тарихын жатқа білетін қазақ жігіттер. Чоң, рахмат! Кейінгі команда уже сахнада. Алдыңыздарда мықты команда BBC командасы. Көңіл бұрға, көңіл жігітер, көңіл жігітер, көңіл жігітер, көңіл жігітер. Ойнайм, көңіл жігітерді, ойнайм, көңіл жігітерді. Қалыста тоғы көңіл көрсін, ошондықтан баштайды да. Рампапапам өзіме қаратам, убақыт кетірбей келчі батан. Хаханы жарабыз бүгінгі күнді, ошоны жаратқан BBC-да. Сүп, сыклам сілерді, ақырындаймыз, сезім күчөді күйермандарға, эки қолдары чабыңыздарда. Рахмат. Урматтуу достор, биз ойын аяғына эмне демекчибиз. Урматтуу калыстар тобу, силердин исиңиздерден көбүрөөк күйгүлүп койдук. Алдыңыздарда BBC командасы болду. Чоң рахмат. Бұл команданын BBC-нин тамашалары редакторлардан өтпөй, ошол выходы жаккан экен, ошол үчүн алдыңыздарга чыгарып койдук. Кол чабуулар. Команда BBC. Мықты тамаша болду. BBC, тут слов нет вообще. Тамашалардан сөз жок. BBC прямо отвечаю. Да. Кичине жюрилерге катыраак тийип койдуңар шуткаңар менен, конечно. Ачылыш фестиваль болгон үчүн редакторлор ошол выходы менен сахнага чыгышты. Редакторлор базар жок экен, кстати. Хата башында ошону коюп койбой элеңер, анан ортосунда деп туруп эле. Да экөөнүн жана кийинген экөөнү айтсаң, бечаралар. Коңшу өлкөлөрдө би боюнча жарыш болсо BBC-нин сөз жөнөтөбүз. Не, молодцы, BBC. Если шутка керек болуп калса, ошол кайрылы бергиле да. Редакторлорго кайрылсаңар. Бирок ийгилик сезонда жакшы ойнойсуңар дейм. Бул башында любой нерсе кыйын болот, бирок